Сен қыз тауып үйлену үшін емес, өз-өзіңді көрсетіп, пиар үшін жүрсің ғой. Негізі пиар деген сөздің мағынасын білесіздер ма, не екенін? Пиар деген сөздің мағынасы ақпаратты ақ немесе қара жолда жеткізу. Мен істеп жүрген пиар емес. Мен бұл бағдарламаға өзім болашақ жарым тауып үшін келдім. Егер пиар жасағым келсе, пиар емес, хайп жасағым келсе, мен басқа жолдармен жасаушы едім. Шырыммен мысалы. Гүлшат, саған бәрібір тәуекел мүслім келмейді. Не қылып отырсың? Кім күтіп отырсың? Мен тәуекел мүслім дегенде сол жан ғана келсін деген мағынада емес, сырт келбетімен ішкі жан дүниесі үйлесін тапқан жан деп сондай мағынада айтқанмын. Сондықтан үмітімді үзбеймін және күтемін. Тәуекелді ма? Бет бақсың, көк бетсің, ата-анаң тәрбие бермеген. Аллаға шүкір, адаммен бірінші жеке өзімен тілдеспей жатып, ол туралы жаман ойлаудан аулақ болыңыздаршы. Мен жалынбаймын, мақталмаймын дегенмен де жақсы танысып барып, сөйлесіп барып, адамның ішіндегісін біліңіздер. Сол басқа айтарым. Ата-анам, Аллаға шүкір, әрбір ата-ана баласына ешқашан жамандық ойламайды, жақсы тәрбие береді. Сіздің де ата-анаңыз солай береді. Кішкене болсын өздеріңіз менің күнәмді арқаламай, жақсы сөз айтып, керісінше сіздер сауапқа ие болыңыздар.